Асыл әжем, ғасыр әжем аңсаған, сағынышым сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Ұлттың тірегі де, алтын арқауы да ана мен әже. Әже дегенде көз алдыңа бұтағы сала-сала, жасыл жапырағы жайнаған, төңірегі текемет түріндей алып бәйтерек келеді. Кешегі қиындықты көп көрген әжелер мен бүгінгі кейбір немере шөбере баққандардың тәлім тәрбиедегі үлгісі жермен көктей. Тал бесікте немерелері мен шөберелерін айналайын деп әспеттеген асыл әжелер ұл мен қыздың ғана бағбаны емес, ұлттың да ұйытқысы бола білген. Әже тәрбиесінің негізінде ұлт тәрбиесі жатыр. Ендеше сол ұлт тәрбиесінің тәрбиешісі Қонақбаева Баян Серікқызының өмір белестері мен қиындықтарды еңсерудегі тәжірибесімен, тәлім тәрбиесімен танысуға келіп отырмыз. Енді апа, бала тәрбиесі жайлы айтсаңыз, балдарыңызға қатал болдыңыз ба, келіндеріңізге қаталсыз ба? Мен балдарға қатал болған жоқпын. Балдарға ұрсуға да шамам келген жоқ. Өз кішкентайымнан келгеннен, мынандай көзімді ашқаннан тірлікке баулап, соның ананы жеткізсем, ана кісілерден бір ұятты нәрсе болмай, өзім жалғыз шешеміз тумай жүріп, бір жерге келіп, ана әкеміздің несіменен жаңағы бұлау қылып, екі қыз туған. Баян Ақсұлу деген. Сол еркелігімді ұмытып кеткен ғой, жаңағы келген екен. Шешем тәрбие тал бесіктен шығады дей ма, шешеміздің ұятты, ақылды, жақсы кісі еді. Сол кісі айтатын еді, еш нәрсеге не қылмасаң да шайыңды, үйіңді таза ұста, шайыңды қайнатып қой. Бір сенен бір сөз естпейін. Саған бір анаяқтан отын арқалау жоқ, ол кезде біздер отын арқалайтын еді дейді ғой. Сен үйінде газ жағып отырсын. Сол кездегі ана природный емес, ана газ жаққанын әлдеқандай қалып. Сөйтіп айтатын еді, соның несіне аған жоқпыз. Өз қожайынымыз, өз аталарымыздың алдында кіремейтін ек. Атамыз ана патша ұқсап тапшанда отыратын еді. Соның алдында шайды апарып береміз, қайтып шығып кете береміз. Қыста болса үйіне кіремейміз. Енем келіп шайды әкеледі, бәрін дайындап қоямыз. Апарып береміз, шығып кетеміз, бөлек ішеміз. Сол қаталдық ба білмеймін, өзіміз сұсты бар ма, біздің қожайынымыз да сондай болды. Содан балдары бір іш шақап, әкесі айтатын еді, қайқа кетіп бараса айтып кетсін дейтін еді. Соның айтуымынан балдарымызда ешқандай тәртіпсіздік болған жоқ. Бір үйдің жаңа кешігіп бір жақтан келмеңдер, әкелеріңе айтамын дейтін еді. Содан екеуі де жақсы болып өсті. Мына қыздар болса да ғой, ол қыздар жаңағы бір жерге береміз, сендер адам боласыңдар, сендер басқа жерге барғанда ұят нәрсе болмасын дегенменен, сол тәрбиемен өсті айналайын. Сол тәрбиесіміз сол. Мен өз перзентім жетеу туғанмын, екеуін әйтеуір Алла жаңағы жас кезінде алып кетті. Енді екі бала, үш қызым бар. Жаңағы Ақмарал, Гүлмарал, Тәңірберген, Мүптілла, Гүлмарал. Қанша немереңіз бар? Немерем 19 немерем бар. Бір шөберелі болдым. Шөберелі болдыңыз ба? Иә, аталарымыз үлкен дәулетті кісілер еді. Солардың әйтеуір қызметін қылып, шай ауқатын істеп, бір кухнядан шығамай, жаңағы балам емізуге барамайтын ем ғой. Үлкен әжеміз бар еді. Сол кісі айтатын еді, ай, мына балаңды емізіп кетті, сен балаңнан қашасың дейтін еді да. Неге қашам мен? Ана жерден қол тимейді. Келеді, үлкен тапшанымыз бар 10 метрлік. Соның үстінде атамыз ба ненеміз отырады. Келген адамдар келіп жайғасады даған жаңағы шай береді, шай әкел дейді. Ол кезде мынандай природный газ жоқ, 5 болан әкеп қояды. Сол 5 болан үзбейміз ғой, біреуін жайып қойып, қайнатып қоямыз дәу шауғымды. Одан кейінгі шауғымды қойып қоямыз. Сөйтіп шайды үзбегеміз. Келіндеріңіз салт дәстүрді ұстана ма? Үйретемін ғой енді, бірақ салт дәстүр болғанда енді мына орамалын тартып жүреді. Біреу келсе сәлемін салады, салт дәстүр деген сол шығар. Енді бірақ жаңағы былай ұзын көйлек киім не қылмайды. Мен айтамын, мына үйге әжелерің келгенде, мысалы елдің арасына барғанда, мына Шұбарсуда тұрады көп ағайынымыз. Соларға барғанда орамалдарын тартып жүріңдер. Мынау жаңағы ұят болады, мынау пәленшенің келін жалаңбас жүр екен деп айтады.
жалаңаш жүргеннен кейін ешнәрсе мен басқа жерде жалаңаш жүре беріңдер, өздерің қатарларыңғасын деймін. Соны айтқанымды істейді. Сол бір жаққа баратса, кетіп баратырмыз апа дейді, келе жатса келе жатырмыз апа дейді. Сол Қыздарға қандай кеңес берер едіңіз? Қазір отбасын Қыздарға. сақтап қалу қиын ғой. қыздарға Отбасыда мен ұрыс өзім- келіс, жанжал Иә. деген көбейіп кеткен қазір. Қыздарға айтатыным жаңағы мына безірап жүрген менің қыздарым ана Жызақта біреу оқыды, Шымкентте өзім қайным бар еді, кішкентай қайным соның үйінде оқыды. Сонда айтатын едім, өзің ықтият бол дейтін едім. Екі шоқып бір қара дейтін едім. Жаңағы мына құстар болады ғой, мысалға аяқтан аяқ жау келе жатыр ма деп жерін бір шұқып тұрып ана жаққа қарайды, жан жаққа. Соқсап қара дейтін едім. Менің айтатын ақылым тура жүріңдер, әке шешелеріңе жаман атақты әкелдірмеңдер. Әйтеуір жаман емес, ана кіші ана қызымызда юристті бітіріп, әзір бір бөпелі болды, кішкентай шөбереміз бар. Жаңағы үйдің тірлігін істеңдер, таза істеңдер. Бірінші үйдің айнасы, үй тазалығы, тамақ пісіру бір жерге барғанда. Сол нәрселердің бәрі істесең, сен сөйерге үстем боласың. Сөйердің ақылды келіні боласың. Сөйтіп кеңес беремін. Апа, өзіңізді енді батыр ана деп есептейсіз ба? Енді Құда қаласа мына туғандарымнан мың жасайын дейді ғой. Соқсап енді осылардың бәрінің батыры болып отырмын ғой, енді шалымыз кетіп қалып тастап. Бүгінгі күнгі жаңағы бәріне көктемнің кіріп кеткен мейрамы құтты болсын бәріңе де, мына елге, жұртқа аманшылық болсын. Мына жаратқан Алламызға мыңда бір алғыс айтамыз. Апа да сізді де келе жатқан аналар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ауырмаңыз, шаршамаңыз, ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Рахмет. Ел боламын десең, бесігіңді түзе деген ұлы жазушы Мұхтар Әуезов. Біле білсек, осынау бір ауыз сөздің астарында орасан зор мағына жатыр. Қазіргі қазақ әдебиеті классиктерінің қай-қайсының да естеліктерін оқысақ, ата тәлімін алып, әженің мейіріміне қанып өскен аңғарамыз. Кемел ой, кесек-кесек туындылардың сол тәрбиенің жемісі емес пе? Иә, әженің әлдейі болмаса, ұрпағы әркімнің жетегінде кетіп адасады. Біз бұған жол бермеуіміз қажет. Ұрпағымыздың тәрбиесін уыстан шығарып алмайық, ағайын.